Қайырлы күн достар, бүгін осындай таңғы асқа арналған сүзбеден дайындалатын вафлилар дайындаймыз. Вафлиларымыз өте дәмді шығады. Мен қолдың сүзбесін қолдандым. Дүкеннен алынған сүзбені де қолдансаңыз болады. Заттарымызды дайындап алдым. Ең бірінші құмшекерімізге 2 жұмыртқаны салып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сүзбемізді салатын боламыз. Сүзбе кішкене ірілеу болғандықтан салғаннан кейін міндетті түрде блендермен езіп аламыз. Егер үйіңізде блендер болмаса, қасықпен немесе вилкамен езіп жібересіз. Кейбір сүзбелер ондай қатты ірілеу болмайды, жұмсақ болады, оларды езудің қажеті жоқ. Сүзбемізді езіп дайындап алдық. Ендігі кезекте үстінен осында сұйық май құятын боламыз. Сары майды ертіп құйсаңыздар да болады. Вафлиларыңыз дәмдірек болады. Ұнымызды саламыз. Қамыр қопсытқышымызды саламыз. Ендігі кезекте жақсылап араластырып дайындап аламыз. Алдын ала вафельницамызды тоққа қыздырып қоямыз. Вафельницаны кішкене майлап жібердім, бірақ негізінде майламасаңыздар да болады, жабыспайды. Осылай бір қасықтан салып, вафельницамыздың бетін жабамыз дайын болғанша. Менің вафельницамда дайын болғанда свет жанады, сол кезде алатын боламын. Мінекей қып-қызыл болып дайын болды. Осылай жаңағы сіздерге көрсеткендей қасықпен салып отырып, барлығын пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды, жұмсақ, өте дәмді болады. Таңғы асқа жеуге керемет, және балаларда өте жақсы сүйіп жейді. Маған бұл рецепт өте қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес берем. Достар, видеоны сай лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.